15 мамыр халықаралық отбасы күніне орай отан отбасынан басталады спорттық сайысы өтті. Жарысқа 7 жас отбасы қатысып, өзара бақ сынасты. Жеңіс тұғырынан көрінген командаларға бағалы сыйлықтар үлестірілді. Жас отбасылар сайысы қалалық жастар орталығы және Маңғыстау облыс аппаратының қоғамдық келісім мекемесінің ұйымдастыруымен өтті. Жарыстың барысы туралы мекемелерге хат жолданып, әлеуметтік желілерге жарияланған. Қатысуға ниет білдіргендердің қатары көп болған, алайда 35 жасқа дейінгі отбасылар ғана іріктеп алынған. Бұл сайыстың басты мақсаты отбасыларды қоғамдық ортаға тарату, бейімдеу және де өзара отбасы арасында ауызбіршілікті, сыйластықты нығайту мақсатында өткізіліп отырған шара. Спорттық отбасылық сайыс 5 балдық жүйемен бағаланды. Жарыс таныстыру, кенгуру сайысы, кім жылдам, мергендер, ептілік, секіртпемен жүгіру сынды 6 кезеңнен тұрды. Алдағы келе жатқан 15 мамыр отбасы күніне орай өткізіліп жатқан шара, игі шара біздің медициналық колледжге хаттама келді. Сол бойынша біз жанұямызбен осы сайысқа келіп қалдық. Өте қызықты өтіп жатыр. Алда енді барлықтарына жеңіс тілеймін, сәттілік, жеңіспен үйімізге ораламыз деген ойдамыз. Сайыс қорытындысы бойынша бірінші орынға тоңазытқыш, екінші орынға ноутбук, үшінші орынға тігін машинасы берілді. Ал белсенділік танытқан өзге топтарға саяхат сөмкесі, жейде, бас киім мен кітаптар үлестірілді. Сәуле Жолманбетқызы, Қаршыға Байтөре, жаңалықтар.